Естеріңде ма, A50 шыққан кезде ең көп сатылған смартфондардың бірі болған. Одан кейін A51, одан кейін A52, одан кейін A53 шықты. Бүгінгі видеода A54 туралы сөйлесеміз. Соңына дейін көр, өйткені соңында ғана бұл смартфонның артықшылығын және кемшілігін көресіңдер. Ал кеттік. Samsung A54 A сериясындағы орта сегментті смартфон. Биыл дизайнын қарасаңдар, флагман S23-ке ұқсатты, бірақ процессоры былтырғы A53-тен мықтырақ. Артқы жағы шыны, бірақ жақтаулары пластик. Өкінішке орай, бірақ маған ең ұнайтыны A52-ден бастап смартфондарды суға салуға болады. Бассейнге түсесің ба, суға батырасың ба, өзің білесің. Түк болмайды бұған. Диагоналі 6,54 дюйм, AMOLED дисплей, экран жаңару жиілігі 120 Гц. Бірақ қазір ондай герцпен ешкімді таңғалдырамайсың. Бұл жерде ең бірінші артықшылық айтатын ол жарығы, яғни бұрынғы 800 нит болса, қазір далада қатты жарық жасауға болады, 1000 нитқа дейін. Яғни күн сәулесінен қорқпайды. Жоғарғы және төменгі динамиктер жұмыс істейді, яғни стерео динамик, стерео дыбыс аластар. Өте жақсы. Операциялық жүйесі Android 13 бұрынғыдан жылдам және өте жақсы оптимизацияланған. Көбісі байқамайды, бірақ ол өте маңызды. Файлдарды сақтау, өңдеу, өшіру ол да бір еңбек. Мысалы, iPhone-ның артықшылығы сонда. Процессорына келсек, бұда Exynos 1380. Samsung қоймайды екен, өзінің процессорларын орната береді екен. Былтыр 1280 болған, биыл 1380. Егер Geekbench арқылы тексеретін болсақ, көп ядролы күйде 40%-ке мықтырақ. AnTuTu арқылы тексеретін болсақ, салыстыратын болсақ, 25%-ке мықтырақ. Шынында, әр жаңа смартфон құрастырғанда бұрынғыдан 20%, 30% күшейтеді. Ойын ойнағанда еш қиналмайды, әсіресе жарысатын ойындар. Қатты қызбады, PUBG ойнағанда 20 минутта 6-7% аккумуляторды отырғызды. Және PUBG-да высоко деген деңгейде ойнай аласың, ал максимум деңгейде қосылмайды. Біз қазақтар салыстыруға жақсы көреміз ғой. Егер мына A54 смартфонын және жақында шыққан Redmi Note 12 Pro смартфонын тексеретін болсақ, процессорларын ғана екеуі бірдей. Қызығы. Плюс-минус 10%. Оның процессоры Dimensity 1080, егер Snapdragon тілмен сөйлесетін болсақ, ол 778-780 Snapdragon'ге тең. Енді осының бәрін ұстап тұрған аккумулятор былтырғы A53 сияқты 5000 мАч, бірақ аккумуляторы толуы 20 минутқа тезірек, автономды түрде қолданған кезде 2 сағатқа көбірек шыдайды. Бірақ соның бәрін тез толтыру үшін оған 25 ваттық адаптер керек, ал ол қорапта болмайды. Сатып алу керек. Камерасына келсек, негізгі камера 50 мегапиксель. Өз бағасына өте жақсы камера деп ойлаймын. Камерасы өзінен 1,5-2 есе қымбат смартфоннан да артық. Мысалы, Sony Xperia 1.3 түрінен салыстыратын болсақ, ал оның бағасы $1300, мұнау камерасы жоғарылақ. Яғни DxOMark деген сайт бар, содан салыстырсаңыздар, A54-тің камерасы, анау жаңа айтқан Sony Xperia-ның камерасынан артық. Huawei P40 камерафон деп аталатын смартфонның өзінен де бұл артық. DxOMark-тан қара. Күндіз қалада біраз фото түсірдім, суреттегі түстер анық шығады, контрастты болады және динамикалық диапазоны кең болады. Жақындатсаң да сапасын бүлдірмейді. Портретті фото жаман емес. Артық фонды дұрыс және анық бөліп тастайды. Кең бұрышты камера 12 мегапиксель. Түстерді бүлдірмейді. Мысалы, басқаларда негізгі камерадан кең бұрышты камераға ауысқанда, сол мезетте түстер нашарлайды. Ал мұнда ондай емес. Енді керек емес макро камерасы бар, 5 мегапиксельді, бірақ ол туралы айтпай қояйын. Қараңғыда жақсы түсіреді. Әр бөлшекті жақындатып қарасаң, анық көрінеді. Ал кең бұрышты камерамен қараңғыда түсірмеңдер. Ол оған арналмаған. Селфи камерасы 32 мегапиксель, сапасы өте жақсы. Видео түсіруде мақтауға болады. 4К етіп түсіре алады селфи камерада. 30 кадр секундына. Түстері анық, контрасты. Селфи камера HD және секундына 30 кадр етіп түсіре алады. Видеоны кең бұрышты камераға түсірмеңдер, онда компьютермен өңделгені көрініп тұр.
Мынау селфи камера. Секундына 60 кадр түсіреді, Full HD. Бәрі жақсы. Бірақ мен байқағаным, жаңағы алдыңғы камерамен түсірген кезде, егер Full HD деп тұрса, ал секундына 60 кадр, онда 0.5 және 2 деп түсіре алмайсыздар. Жақындатамайсыздар, яғни. Ол үшін секундына 60 кадр ауыстыру керек. Неге олай істеген? Енді көзге байқалмайтын артықшылықтарды қараңыздар. Бұнда Wi-Fi 6, ал A53-те Wi-Fi 5 болған. Samsung A54 2 SIM карта салатын слоты бар, бірақ оған тағы да қосатын болсаңыздар, яғни eSIM қосатын болсаңыздар, мынаған болады, ал A53-те болмайды. Ал енді бағасын тексерейік. Қараңыз, Samsung A54 5G 628 ГБ 180 мың теңге, ал 8 256 190 мың теңге. Арасы 10 мың теңге, қызығы. Samsung компаниясының ең көп сатылатын A54 смартфон туралы толықтай айтқан сияқтымын. Ал енді өзің бағала. Бұл смартфон ұнады ма, ұнамады ма? Өз бағаңды бер. Сонымен Samsung A54-тің артықшылықтары. Бірінші, дизайн флагман S23-ге ұқсас. Екінші, камера өзінен қымбат смартфондардан да жақсы. Оптикалық стабилизациясы бар. Үшіншісі, судан қорықпайды. Төртіншісі, процессоры қатпайды. Мұны Throttling тесттен көре аласың. Және бесіншісі, бағасы. Қолжетімді бағасы. Ал енді кемшіліктерге қарасақ, қорабында адаптері жоқ. Екіншісі, көбісі Snapdragon процессорына үйренген, яғни ойынға сол бейімделген. Үшіншісі, жақтауы пластик, тез сырылып кетуі мүмкін. Ал бесіншісі, төрт қана кемшілігі бар. Samsung A54-ке түсірген фотолар керек болса, төменде сілтемесін қалдырамын. Көшіріп алсаң болады. Және ең соңғы айта кететін жайт, ол сыйлық ретінде. Смело A54, A34-ті сыйлауға болады. Өйткені кейбір адамдар сұрайды, әйелдерге қандай смартфон сыйлауға болады деп. A54, A34. Осы видеода A54 туралы айттым. A34 туралы келесі видеода көресіңіз.